Ассалаумағалейкум, байланыста Муслим Муса. Бүгінгі видеоға қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге услуга бизнесін интернет арқылы дамыту үшін не істеу қажеттігін айтатын боламын. Услуга бизнестің түрлері көп. Мебель бизнесі, установка сантехника, немесе натяжный потолок, пластик терезе, немесе бетон құю, кірпіш өру деген сияқты жалпы услуга бизнестердің түрі көп. Қазір мен сіздерге кез келген услуга бизнесін интернет арқылы дамыту үшін не істеу қажеттігін айтамын. Жалпы услуга бизнесті екі түрлі вариантпен дамытуға болады. Негізінде варианттары көп, бірақ ең көп қолданылатыны осы екі түрлі вариант. Біріншісі, сіздің бизнесіңіз егер услуга бизнес болса, сіз өзіңіздің бизнесті контекстік Google жарнамасы арқылы дамыта аласыз. Екінші варианты, Инста, Фейсбуктағы таргет жарнамасы арқылы өзіңіздің бизнесті дамыта аласыз. Бұл контексті Google жарнамасы мен Instagram, Фейсбуктағы таргет жарнамасы дегеніміз не? Сіздерге мен нақтырақ түсіндіріп кетейін. Контексті Google жарнамасы дегеніміз не? Бұл жерде горячий клиенттер болады. Яғни, егер сізге горячий, сіздің өніміңізді дереу сатып алғысы келетін адамдар қажет болса, осы контексті Google жарнамасын қолданасыз. Яғни, контексті Google жарнамасы дегеніміз горячий клиенттерді табатын жарнама түрі. Ал екіншісі таргет жарнамасы дегеніміз не? Әрине, Instagram, Facebook'тағы таргет жарнамасы. Бұл жерде горячий клиент емес, бұл жерде холодный және теплый клиенттер болады. Сізге мысалы, сіз услуга бизнесімен айналысасыз, мебель бизнесін дамытқыңыз келеді. Егер сіз Instagram, Facebook'қа таргет жарнама жіберсеңіз, яғни өзіңіздің мебеліңізге, яғни клиент табайын деп, ол жерде теплый және холодный клиенттер болады. Ал контекстік жарнаманы жасасаңыз, ол жерде горячий клиенттер болады. Мысалы, маған срочно үйіме кухня гарнитур орнату керек, мен Instagram'ға кіріп отырмаймын, маған қашан мебельдің жарнамасы шығады деп. Мен барамын да Google-ға жазамын, заказать мебель в Алматы, и все, болды. Бірінші, екінші, үшінші орында тұрған сайтқа кіремін де, и заказ беремін деген сияқты. Ал алдағы уақытта, немесе бір ай, 2 айдан кейін егер мен өзіме мебель үйіме орнату керек болса, мысалы, бір күн Instagram'да отырған кезде маған рекламалар шығады. Вот солар маған кішкене қызық болып, соларға мен заявка тастауым мүмкін. Себебі маған дәл қазір керек емес. Себебі мен олар үшін теплый клиентпін. Енді қазір сіздерге контексті Google жарнамасын және де Instagram'дағы, Facebook'тағы таргет жарнамасын түрлерін көрсетейін. Мынау мысалы, мінекей, заказать мебель в Алматы деп Google-ға жазған кезде осындай сайттар шығады. Мысалы, маған срочно мебель керек, мен Google-ға жаздым, заказать мебель в Алматы деп. Сол кезде мінекей сайттар шықты. Бірінші орында, екінші орында, үшінші орында сайттар тұр. Бұның барлығы Google AdWords деген инструментпен жасалынған. Яғни контекстік Google жарнамасы болып табылады. Көрдіңіздер ме? Горячий клиент іздеп жатыр. Яғни маған мебель керек срочно, мен бардым да Google-ға жаздым. Заказать мебель в Алматы, немесе в Астана, в Шымкент деген сияқты. И маған сайттар шықты. Мен осылардың барлығына кіріп шығып, бағаларын салыстырып, кімде арзан, кімде қолжетімді баға, кімдікі сапалы, соған тапсырыс беремін. Бұл бізде Google жарнама. Сіз егер натяжный потолокпен айналысатын болсаңыз, пластик терезе, немесе реставрация мебель, реставрация матрас, немесе бетон құятын болсаңыз, ремонт квартира жасайтын болсаңыз, жалпы қандай да бір услуга бизнесмен айналысатын болсаңыз, өзіңіздің бизнесті осы Google Ads арқылы, контексті Google жарнамасын жасау арқылы өзіңіздің бизнесті дамыта аласыз. Ал екіншісі мынау бізде Instagram'дағы, Facebook'тағы таргет жарнамасы. Көріп тұрсыздар, мінекей біріншісі мебель Муслим Муса, хотите заказать корпусную мебель, изготовим любой сложности от 7 дней, доставим и соберем за 1 день. Байқасаңыздар, Instagram'да отқан кезде бір 3-4 посттан кейін осындай рекламалар шығады. Байқаған шығарсыздар, бұл бізде таргет жарнамасы болып табылады. Бұны біздер теплый және холодный клиентке көрсетеміз. Мысалы, мына жерде енді бұл товарный бизнес болып табылады. Мысалы ретінде қойғам, мына ортадағы фильтр для воды Атырау. Фейсбукта бір адам отырған кезде осындай фильтрдің рекламасы шығады. Мынау бізде үшіншісі қақпа. Яғни бұл бізде қақпа бизнесі болып табылады. Оны да тоже мен мына жерде барлығын, мыналардың дизайнын, тексттарын барлығын мен өзім құрастырғам. Креативтарды, рекламный фото, барлығын өзім жасағамын. Бұл бізде таргет жарнамасы болып табылады. Яғни бір сөзбен айтқан кезде, Instagram'да отырған кезде, каждый 3-4 посттан кейін рекламалар шығады ғой. Вот сол реклама таргет жарнамасы болып табылады. Мен бұл таргет жарнамасында жасаймын, және де Google-дағы контекстік жарнаманы да жасаймын. Егер сізде услуга бизнес болса,
сол өзіңіздің услуга бизнесіңізді таргет арқылы дамытсаңыз да болады, немесе контексті Google жарнамасы арқылы дамытсаңыз да болады. Енді қысқаша айта кетсем, қорытындылап, услуга бизнесін интернет арқылы дамытудың екі түрі бар. Негізінде түрі көп, бірақ ең көп қолданылатыны екі түрі. Біріншісі контексті Google жарнама, оны түсіндіңіздер деп ойлаймын. Түсінбесеңіздер комментарийға жазып кетіңіздер. Екіншісі Insta, Facebook'тағы таргет жарнамасы. Мен сіздерге кеңес беремін. Егер сіз услуга бизнесінде жұмыс жасайтын болсаңыз, осы екі жарнаманың екеуін де қолданыңыз. Енді достар, мені жақсылап тыңдаңыздар. Егер сіз өзіңіздің осы услуга бизнесіңіздің шебері болсаңыз, мықты мебельшіксіз, мықты натяжный потолок жасайсыз, мықты кірпіш өресіз, мықты ремонт квартира жасайсыз, мықты теплый пол жасайсыз, өзіңіздің жұмысыңыздың шебері болсаңыз, мен сіздің жеке таргетологыңыз болуға дайынмын. Сізге осындай ұсыныс айтамын. Егер де менімен жұмыс жасағыңыз келсе, маған Инстаграмға жекеге жазсаңыз болады. Бағасын барлығын айтатын боламын. Менің инста парақшам muslimmusa.kz, мінекей төменде жазып қойдым. Достар, тағы да бір сіздерге айтатын кеңесім, менің сіздерге арналған тегін сабағым бар. 2023 жылы күніне таргеттен 50-ден аса заявка алып отыру үшін не істеу қажет деген менің тегін сабағым бар. Осы тегін сабақты сіздерге көруге кеңес беремін. Қазір сіздерге заставка подсказка шығады, сол жақ шетте, яғни видеоның соңына қарай осындай нәрсе шығады. Соның үстінен басып, осы видео сабақты көрсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған Муслим Муса. Келесі видеоларда көріскенше, сұрақтарыңыз болса төменге жазып кетіңіздер. Сол жалпы айтатыным.